2001 жылдың 30 сәуірі халықаралық ғарыш станциясы Союз ТМ-32 кемесінің командирі Талғат Мұсабаев өз жұмыстарымен айналысып жатқанда кенет бір айқайды естиді. Бәрін тастап, дереу дыбыс шыққан жерге барса, көмекке шақырып жатқан әріптесі басын соғып алған екен. Салмақсыздық жағдайында қан көпіршік болып шығып жатты. Мұсабаев оны тез тоқтатуға кіріседі. Сол кезде америкалық экипаж жақтан Сьюзен Хелмс деген ғарышкер көмекке келіп, Мұсабаев екеуі жараны тігіп тастайды. Халықаралық ғарыш станциясында өзін ұстай алмай басын соғып жүрген кім дейсіз ғой? Ол адамзат тарихындағы тұңғыш ғарыш турист, америкалық миллиардер Денис Тито еді. Өз саяхаты үшін $20 миллион төлеген Тито Байқоңыр космодромынан 2001 жылы ұшып, әлемде бұрын болмаған жаңа кезең ғарыш туризмін бастады. Содан бері тағы да 7 адам турист ретінде ғарышқа саяхаттап қайтты. Сол жаңа кезеңді ашуға үлкен үлес қосқан экипаж командирі отандасымыз Талғат Мұсабаев болды. Себебі ол Титоның қауіпсіздігіне жауап берген. Сапар бойы қасында болып, 8 күннен кейін жерге аман-есен жеткізді. Осыдан кейін Талғат ағамызды тұңғыш ғарыш күтушісі деп атап кеткен екен. Қазақ халқының ғарышқа ұшқан басқа да батырлары болды. Мұсабаевқа дейін Тоқтар Әубәкіров, кейін Айдын Айымбетовтердің сапарлары туралы білесіздер. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстанның ғарыш саласына арналады. Алдымен ғарыш деген не? Соны анықтап алайық. Заманауи ғылым бойынша ғарыш дегеніміз біздің планетамыз жерден және оның атмосферасынан тыс орналасқанның барлығы. Ғарышты игеру және соған қажетті технологияларды ойлап тауып, дамыту адамзат үшін мүлдем жаңа, көптеген жұмбаққа толы ерекше сала. Оны адамзаттың ең ұлы ізденісі деп те атайды. Әйгілі астрофизик Стивен Хокингтің болжамы бойынша, егер адамзат біздің кішкентай ғана планетамыздан шығып кетпесе, алдағы 1000 жылдың ішінде толығымен жойылады деген. Соңғы жылдары ғарыш саласының басты мақсаты Ай мен Марсты зерттеу. Бұл бағытта көшбасшылар ақш пен Қытай болса, жақында олардың қатарына Үндістан қосылды. 2023 жылы үнділердің Чандраян 3 атты ғарыш кемесі бұрын соңды қол жетпеген Айдың оңтүстік полюсына қонды. Енді әлемде Айға қону миссиясы сәтті орындалған 4 ел бар. Өз кезегінде ақш Артемис бағдарламасын бастап кетті. Оның мақсаты ғарышкерлер мен туристерді Айға жеткізу. Жердің табиғи серігі өте маңызды нысан болып саналады. Өйткені ғалымдардың айтуынша 2080 жылдарға қарай Ай планеталар арасындағы тасымалдау нүктесіне айналып, ракеталарға жанармай құю үшін басқа да қызмет көрсететін станция болады. Осы ғарыштық жарысқа басқа елдер де белсенді кірісіп жатыр. Бірақ басты назар оларда емес. Соңғы жылдардың тренді ғарышты зерттейтін жеке компанияларда. Олардың қатарында ең ірілері Илон Масктың SpaceX, америкалық миллиардер Джефф Безостың Blue Origin және британдық миллиардер Ричард Брэнсонның Virgin Galactic компаниялары. Болжам бойынша 2030 жылға қарай әлемдік ғарыш нарығы $500 миллиард асады. Бұл қаражат негізінен саланы дамытуға және зерттеулер жүргізуге арналған. Олардың ең маңызды 6 бағытын айтуға болады. Бірінші бағыт ғарыштық туризмді дамыту. Екінші ракеталардың дамыған жаңа модельдерін шығару. Үшінші күн жүйесі мен одан тыс аймақтарды бақылайтын роботтар жіберу. Төртінші ғарыштың алыс нүктелеріне жете алатын қуатты телескоптар жасау. Бесінші адам өмір сүре алатын қолайлы планеталарды іздеу. Және алтыншы бізге жақын планеталарға алғашқы адамдарды жіберу. Міне, адамзаттың алдында осындай мақсаттар тұр. Енді қысқаша өз еліміздің ғарыш саласын шолып өтейік. Қазақ даласындағы әлемдегі тұңғыш және ең үлкен Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқанын білесіздер. Ол әлемдік космонавтиканың бесігі, ғарышты игеру дәл осы жерден басталды. Ең ірі ғылыми ғарыш полигонын мамандар жетістіктер космодромы деп те атайды. Себебі бұл жерден ғарышқа тұңғыш ер адам, тұңғыш әйел адам, күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктері Восток, Восход, Союз және Прогресс деген ғарыш кемелері, Салют пен Мир деген 2 орбиталық станциялар ұшырылды. Ол аз десеңіз көптеген ғылыми аппараттар,
галактикамызда Ай мен Марсты зерттеуге арналған зондтар, байланыс үшін ауа райын бақылайтын жасанды жер серіктері, міне осының бәрі ғарышқа Байқоңырдан көтерілді. Совет одағының ғалымдарына жердің ең бірінші жасанды жер серігін ұшыру оңайға соққан жоқ. Елестетіңізші, сол кезде ішінде радиопередатчигі бар металл шардың салмағы 83 килограмм болды. Оны жерден көтеріп ғарышқа ұшыру әлем тарихында бұрын соңды болмаған жетістік еді. Қазір ол мұражайдағы жәдігер болып сақталып тұр. Бірақ 67 жыл бұрын бұл шар ең озық технологияның үлгісі еді. Сонымен неге осы жер серігі Қызылорда облысынан ұшырылды? Ғарыш полигоны ретінде Қазақ даласы таңдалғанына не себеп? Байқоңыр тарихы мұражайының маманы Галина Чернова негізгі 3 факторды атайды. Ол ракетаның атмосферадан ұшып шығуына біраз жеңілдік береді. Екіншіден, ұшқан зымыранды бақылау және байланыс ұстау үшін кедергісі жоқ жазық жер қажет. Үшінші маңызды фактор, бұл аймақта жылына шамамен 300 күндей ауа райы ашық және құрғақ болады. Ол да ракетаның сәтті ұшуына өте қажет. Оған қоса үлкен елді мекендерден бірдей алыста орналасқан, жақын жерде темір жол мен көп су қорының бар болуы да есепке алынады. Міне, көріп тұрғаныңыздай, осы мүмкіндіктің барлығы тек Қазақстанның кең даласында болған. Бүгінде Байқоңырды Қазақстан көрші Ресейге ресми дерек бойынша жылына $115 миллион жалға беріп отыр. Бұл сомма 1994 жылы сол кездегі екі елдің премьер-министрлары арасындағы келісім бойынша белгіленіп, 2050 жылға дейін өзгертілмейді делінген. Бағасы инфляциямен бірге өспейтін келісімді негізінен экономикалық емес, саяси шешім деп қарауға болады. Осы уақыт ішінде Байқоңыр ерекше статусқа ие болып, Ресей Федерациясының арнайы режимді қаласы болып саналады. Ресей мен Қазақстанның заңдары бірдей жүретін қалада қазірде 70 мыңға жуық адам тұрады. Оның 30-40% Ресей азаматтары. Қазір Ресей бұл жерде өз ғарыш бағдарламасын жүзеге асырып қана қоймай, коммерциялық сапарлар арқылы табыс табуда. Олар ғарышқа ұшуға мүмкіндік жоқ көптеген басқа елдерге түрлі ғарыштық қызметтер көрсетеді. Ал Қазақстанның мақсаты өз инфрақұрылымын сақтап, ресейлік техника арқылы өз ғарыш бағдарламасын аз да болса дамыту. Ғарышқа ұшқан және жер серігі бар ел болуы біз үшін көбіне идеология мен имидж мәселесіне байланысты. Осы ретте тек қана Ресейге және оның ғылыми жетістіктеріне сүйеніп отыру болашақта тақияға тар келуі мүмкін. Басқа мемлекеттер болсын, немесе жоғарыда айтқан SpaceX сияқты жеке компаниялармен партнер болуды жоспарлау артық емес. Өзіңіз қараңыз, Ресей президенті Владимир Путин 2007 жылы Амур облысындағы Восточник космодромын салу жөнінде бұйрыққа қол қойды. Арада 9 жыл өтіп, 2016 жылы осы Восточнидан бірінші ракета тасымалдағыш Союз 2-1А ұшырылады. Міне осы сәттен бастап Қазақстан мен Ресей арасындағы ғарыштық қарым-қатынасқа сұрақ туады. Ресей Байқоңырға жұмсалатын шығынды азайтып, Қазақстанға тәуелді болмау үшін бағдарламасын өз жерінде жүзеге асыруды көздейді. Хопкинс институтының ғалымы Джон Дейлидің болжамы бойынша, егер Ресей ғарыш саласын Қазақстанмен тең дәрежеде жүргізбесе, бұл орынды басқа дамыған елдер басуға дайын. Олардың қатарында Джон Дейли, ақш, Франция, Жапония, Қытай мен Англияны атайды. Бірақ ондай ауысудың басты қиындығы ол Байқоңырдағы Совет кезінен қалған инфрақұрылымдарға бейімделу. Қазір бұл технологияларды тек қана Ресей пайдалана алады. Басқа мемлекеттерге келу үшін ғарыш айлағын толығымен жаңартуға тура келеді. Байқоңыр жайлы сөз өткенде оның Қазақстан экологиясына әкелетін зияны туралы айтпауға болмайды. Совет одағы қалдырып кеткен бұл нысан елімізге жылына шамамен 30-35 мың тоннадай улы заттарды таратады. Ал ракеталардан түскен қалдықтар Қызылордаға ғана емес, сонымен көршілес облыстарға да кесірін тигізеді. Мысалы, тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ең ірі авариялардың бірі 2013 жылы болды. Ол кезде Протон ракетасы жарылып, далаға улы отын гептил төгілді. Сол жылдары экологиялық зардаппен күрес үшін антигептил деген ұйым да құрылған еді. Тәуелсіздік жылдарында қазақ ғарыш саласында көптеген ауыс түйістер болды. Алғашында Қазкосмос деп құрылған ұлттық компания қазір Қазақстан ғарыш сапары деп өзгертілді.
Олардың басты жетістігі деп Қазақстанның 3 ғарышкері мен 2 жасанды жер серігін атауға болады. Техниканың ескіріп қолданыстан шығуы ғарышты игерудегі көп проблемалардың бірі. Тағы маңызды біреуі жас ғалымдардың тапшылығы. ТМД елдерінде бұл саладағы мамандардың орташа жасы 60-тың шамасында. Жылдан жылға ғарышкер болуды армандайтын адамдар саны азаюда, ал оған қол жеткізгендер одан да аз. Мысалы, әлемнің барлық елдерінің ғарышкерлерін және туристерді қоса санағанда 1000-ға да жетпейді. Өз азаматтарын ғарышқа ұшырған 42 елі болса, соның ішінде 3 ғарышкері бар Қазақстанда кіреді. Айтпақшы, 2015 жылы Айымбетов ғарышқа ұшқан кезде біз жер көлемі сияқты әлемде 3 ғарышкері бар 9-шы ел болдық. Бұл жолы ғарыш саласына қысқаша шолу жасадық. Шексіз кеңістік туралы өз бетіңізбен көбірек зерттеп оқыңыз келсе, арнайы кітап, деректі фильмдер немесе мақалалардан көп ақпараттар аласыз. Ол аз болса, Әл-Жәбірдің атасы журналы оқуға кеңес береміз. Ғарыш тақырыбына арналған журналдың 3-ші санында аспандағы Хаббл обсерваториясы, ғарышты зерттеу қалай басталғаны, Қытайдың жасанды ай жасап шығару жобасы мен басқа да қызықты мақалаларды оқуға болады. Бүгінгі тақырып сіздерге ұнады деген ойдамын. Тағы басқа да видео күтсеңіз, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сілтемені достарыңызға да жіберіңіз. Кездескенше.